Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл топырақ алдыңғы видеода дайындаған бөлме гүлдеріне арналған топырақ менде. Енді осы топыраққа мен өзім өсіріп отырған фикус гүлін пересадка жасаймыз сіздермен бірге. Бұл фикус гүлі маған келгеніне 6 ай уақыт болыпты. 6 ай уақыттан бері тек өзінің осы ыдысынан, өзінің топырағынан ауыстырған емеспін. Бұл гүлді мен бірінші рет өсіріп отырғаннан кейін біраз уақыт зерттедім. Қай жерде қалай өседі екен, қай жерде қалай су ішеді екен, барлығын зерттедім. Бұл гүлдің күтімі жақсы болса, тез өсетін гүлдердің бірі. Қазір қыс мезгілі болғаннан кейін өсуін тоқтатты, яғни ұйқыға кетеді дейді ғой. Ұйқыға кететін гүлдердің бірі екен. Топырағын өзімде бірінші рет пересадка жасап тұрғаннан кейін бұл гүлді тамырын топырақтан толық босатпаймын. Себебі кейбір гүлдер тамырын толық ашып тастағанды ұнатпайды. Сол үшін менде осын бірінші рет отырғызып отырғаннан кейін кішкене қорқақтап тұрмын. Дренажым қалмапты, азғантай болып қапты. Өзінің ыдысына қайтадан отырғызып көрем ба деп отырмын. Қатты артық нәрсесін бәрін алып тастадым тамырындағы, бірақ тамырын барынша үзіп тастамауға тырыстым. Негізі гүлдердің ыдысы кішкене тар ыдысқа отырғызған жақсы дейді. Бірақ мынау өзінің ыдысы отырғызғым келмеді. Өзінің ыдысынан кішкене 2 елі саусақпен есептегенде 2 елі үлкен ыдысқа отырғызу керек еді. Бірақ менде ондай ыдыс болмағандықтан шамалы үлкендеу ыдыс алдым. Өйткені фикус гүлі маған келгелі біраз өсті. Мен оның жоғары жағын қырқып тастап, суға салып, тамырлатып, екінші фикус гүлі отырғызып қойдым. Ол енді өсіп келе жатыр. Сол үшін осы ыдысқа өзімде бар ыдыс осы болып тұр. Енді осы ыдысқа отырғызып көреміз. Алдыңғы видеоларда көрсеңіздер, фикус гүлін және драцияны, орхидея гүлдерін қалай отроска алуға болады, қалай жанынан сабақ шығарып, қалай жайқалтып өсіруге болады деген мақсатпен цитокиновая паста қолданып көрдім. Оны қолданғаныма көп болған жоқ. Нәтижесін сіздермен бірге міндетті түрде бөлсемін. Алдыңғы видеоларды қарап, бақылап жүріңіздер. Қай гүлден шығарды, қай гүлге жаңағы сабақ, бұтақ шығарды, шығармады. Соны міндетті түрде сіздермен бірге бөлсетін боламын. Қанша уақытта шығарды, қалай жаққанымыз, қалай қолданғанымыз туралы алдыңғы видеолардан көрсеңіздер болады. Мінекей осылай. Үлкен болса, үлкендеу, енді үлкендеу болса да басқа ыдыс жоқ болған екен. Осылай өзімнің дайындаған ыдысыма отырғыздым. Алдағы уақытта пересадка жасайтын тағы біраз гүлдерім бар. Олардың барлығын сіздермен бірге түсіріп, бөлісіп отырамын. Менің каналыма жазып, міндетті түрде мені қолдап кетіңіздер. Негізі өзінің ыдысы мынау. Бұл маған келгелі біраз өскеннен кейін қазір тамыры осы ыдысқа ровно сыйып тұратын. Енді кішкене үлкендеу ыдыс болғанда жақсы болар еді. Енді ақыры пересадка жасап жатқаннан кейін осы ыдысқа отырғыздым. Негізі мен гүлдерді пересадка жасағаннан кейін 1 жыл, 2 жыл, кейде 3 жыл отырған гүлдерім бар. Бір топырақта өсе береді. Келесі видеоны күтіңіздер, тағы да басқа гүлдерді саламын.